Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін өте дәмді, дәмі тіл үйіретін осындай пирог дайындайтын боламын. Рецебі өте оңай. Егер сіздерге рецепт қызықты болса, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа 4 жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне 200 грамм шекер, 400 грамм айран және 70 грамм сұйық май құйып араластырамыз. Он мен қопсыспаны бірге қосып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі болу қажет, ешқандай түйірсіз болу керек. Табаға құйып 180 градуста 20-25 минут пісіремін. Жеңіл әрі тез дайындалатын пирогым дайын. Бетіне варенка жағып, құлпынаймен безендірдім. Үй жағдайында қалаған жеміс-жидектермен безендірсеңіздер болады. Егер де видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.